Ертеде бір ауылда кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың бір шұбар тауығы болыпты. Шал шәрке жасап, кемпірі үй шаруасымен айналысып, шұбар тауықтары дәнін шоқып, жұмыртқасын салып тіршілік етті. Күндердің бір күні ғажап оқиға болды. Тауық жұмыртқа салыпты. Жай емес, алтын екен. Сабан үстінде күндей жарқырап жұмыртқа жатыр. Қанша ғұмыр кешсе де, шал мен кемпір мұндай кереметті бірінші рет көріп тұр. Шал жұмыртқаны қолына алып, жайлап қасықпен ұра бастайды. Ұрып-ұрып сындыра алмайды. Ей шал, дейді кемпірі. кәдімгі жұмыста қолыңнан келмейді екен. Әкел бер маған. Кемпір жұмыртқаны алып, қасықпен қатты ұра бастайды. Ұрып-ұрып сындыра алмайды. Кемпірдің ұрғанынан да нәтиже шықпағанына шалдың көзі жетеді. Тарсылды еден астындағы інге жатқан тышқан естейді. Дыбыс құлағына шалынған ол, үстелдің үстімен жүгіре жөнеледі. Шал мен кемпір көздерін ашып жұмғанша, тышқан құйрығымен жұмыртқаны қағып кетеді. Жұмыртқа үстел үстімен домалап барып, еденге түсіп жарылып қалады. Жұмыртқаны қимай шал мен кемпір қатты күрсінеді. Бүтін жұмыртқадан енді тек сынықтар ғана қалды. Жұмыртқаның іші кәдімгі болып шықты. Ешқандай байлық жоқ. Қайғырып жылаған шал мен кемпір. Сорымыз қайнап, қартайғанда да бізге байлық бұйырмады. Бағымыз бір жанбай қойды-ау. Оны естіген тауық қастарына келіп: Ата, әже, жыламаңдар, қайғырмаңдар. Мен сендерге алтын емес, кәдімгі жұмыртқа тауып берем деп қатқылдайды. Уайымдарын қойып, шал мен кемпір дастархан жайып, тойлай бастады. Шұбар тауықтарын да ұмытпай дастарханға шақырыпты.